Tağdırına mойынсың. Senin қолыңнан бәрі келет, Арлы. Tağdırına mойынсың, senin қолыңнан бәрі келет. Қайырлы кеш ханымдар мен мырзалар. Екі өмір бір тағдыр атты біздің мотивациялық кешімізге қош келдіңіздер. Армысыздар, ардақты ағайын, қош келдіңіздер. Менің есімім Артур. Мені көріп біріңіз таң алып, біріңіз аяп тұрған шығарсыздар. Мына кісіге не болған, күнделікті өмірін қалай сүреді, бұл оқуды қалай оқиды. Енді адам болғаннан кейін мүгедек адамды көрген кезде ондай ойлар келіп қалыпты ғой. Бірақ та мен де сіздер секілді мына екі аяғыммен жер басып жүрген. Мен де балалық балдәурен шағымды қардың сықырын, құмның ыстығын, тіпті алғаш сүйіктімнің алдында сөз сөйлегенім есімде. Жалпы адамның денсаулығы бар кезде шіркін қалауы да бөлек қой. Біреуге айфон керек, біреуге үй керек, біреуге көлік керек, біреуге ақша керек, әйтеуір бітпейтін бір қу дүние. Балиғат жасқа толған кезде мына жастарымыз оқуымды жақсылап бітіріп, жақсы жерге жұмысқа орналассам, ақшасы көп жұмысқа орналассам, зәулім үйде тұрсам, бақытты болам деп ойлайды. Бірақ бақыттың кілті ондай емес.